Сәлеметсіздер ме? Мен Алматы облысы Жамбыл ауданы Әсет Бейсенов атындағы орта мектептің қазақ тілі және әдебиеті пәні мұғалімі Мұқашева Әсем Қанатқызы боламын. Бүгін мен сіздермен бірге 8-ші сыныптың қазақ әдебиеті пәнінен Тахауи Ахтановтың «Күй аңыз» әңгімесінің бірінші сағатын өтпекшімін. Бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты әдеби шығарманың жанрына байланысты сюжеттік желілерін эпилог прологтарды анықтау. Енді бағалау критерийі оқушылар осы шығарманы оқи отырып сюжеттік желілерін анықтай алады, шығарманың эпилог прологын өздері анықтайды. Немесе сол бойынша жұмыстар жасалады. Енді мен сіздерге білім лаб бойынша алғаш видеороликті ұсынғым келіп отыр. Сосын тыңдап болып, әрі қарай сынып оқушылармен бірге жұмыс жасасақ. Күй аңыз әңгімесі жазушы Тахауи Ахтановтың 1960 жылы жазылған тырнақалды туындыларының бірі. Туындының тақырыбы шығармашылық адамын арналып, басты идеясы сол өнер иесінің адалдық, имандылық қасиеттерінің негізінде өрбиді. Әңгіме халық арасында кеңінен таралған нар идірген күйінің аңыз желісімен жазылған. Аңыз бойынша ботасынан айырылып боздаған нардың тас емшегін жібітіп идірген күй құдіреті күйшінің хас шеберлігі. Осы бір романтикалық сарындағы халық туындысын жазушы әңгімесіне арқау еткенімен, әңгіме әлеуметтік адамгершілік мазмұнда сипатталады. Әңгіменің басты кейіпкері естемес есімді күйші. Жасы 50-ге келсе де, отбасын құрмаған оның жан дүниесінде айықпас мұң бар. Өткен өмірін шәкірті Оразымбетке айтып келе жатып, жапан түзде жүрген жүдеу жалғыз түйені көреді. Естемес бұл ботасынан айырылған аруана екендігін сезінеді. Күйшінің көңілі толқып домбыраның шанағынан әуен ағытылады, алайда соңына жетпейді. Бұл сюжеттің экспозициясы. Нар соңынан ере жүрген жолаушылар кәрі шал мен бойжеткен қызы бар бір қараш үйге түседі. Шал малдың күйге елігетінін айтып, өнерін салып көруін өтінеді. Естеместе елде жоқ қолқа салып шалдың қызын сұрайды. Күйші өнерімен ботасы өліп, су алған нарды идіргенде, желін тас қылып ұстап саумай отырған қызды көреді. Сонда ол дәуреннің өткенін түсініп домбыраны шәкіртіне ұсынады. Адамгершілік қасиетті өнерден де жоғары қойған философиялық түйін сюжет шешіміне айналған. Енді қымбатты оқушылар, сіздер тыңдадыңыздар, оны сюжет желісі, тақырыбы, идеясы деп тұр. Олай болса, біз қазір сен білесің бе деген тапсырманы орындап жіберейік. Бір еске түсіру қайталау есебінде. Енді біз анау 5-ші сыныптан, бастауыш сыныптан бері қарай әңгіме, тақырып, идея, сюжет, экспозиция, сюжеттің шешуі, композиция, эпилог, пролог бүгінгі танысатындарымыз, осы жайында өтіп келе жатырмыз, талдап, қайталап келе жатырмыз. Олай болса, оқушылар, әңгіме дегенде естеріңізге түсіріңдерші, ойланып. Әңгіме дегеніміз оқиғаны баяндайтын, айтуға негізделген, баяндап айтуға негізделген қара сөзбен жазылған көркем шығарма. Ал тақырып жазушының шындық болмыстан таңдап алған өмір құбылыстарының тобы. Идея жазушының өзі баяндап отырған өмір құбылыстары туралы айтпақ ойы, сол өмір құбылыстарына берген жазушының бағасы. Сюжет шығарманың нақты мазмұны немесе оқиғасы. Экспозиция сюжеттің басталуы, оның кіріспесі, іспетті. Ал сюжеттің шешуі, сіздер қалай ойлайсыздар? Шешуі қалай болуы мүмкін? Суреткердің өзі суреттеп отырған өмір шындығына шығарған үкімі немесе соңғы сөзі, немесе соңғы сахна. Композиция көркем шығарманың құрылысы. Біздің жаңа әңгімеміздің құрылысы, оның композициясы болып есептеледі. Ал енді бізге бүгінгі қосылып отырған екі тақырып эпилог пен пролог. Осыны естеріңізде сақтап қалыңдар оқушылар. Эпилог дегеніміз көркем шығарманы қорытындылайтын компонент. Көркем шығарманы қорытындылайтын ой, түйін. Ал пролог дегеніміз көркем шығарманың оқиға мазмұны мен мәнін оқырманға таныстыратын кіріспе бөлімі. Енді оқыған кездеріңізде, шығарманы танысып оқыған кезде естеріңізде тұрсын. Пролог, оның бастамасы қалай, кіріспесі қалай. Ал эпилог қорытынды ой, түйін немен аяқталып отыр?
жазушы не айтпақшы, ойы қандай, оның тақырыбы не жайында, шешімін қалай болады, композициясы қалай болады деген нәрселер естеріңізде тұрсын. Біздің әрі қарай жұмыс жасауымызға бұл өте қажет болады. Олай болса, келесі жұмысымыздың шығарманың композициялық құрылысына немесе композициясына талдау жасайық. Естеріңе түссе, енді оқиғаның басталуы. Естеріңе түсті ме, қалай басталуы мүмкін? Екі салт аттының жолға шығуы. Күйшілердің әңгімесі. Келісесіздер ме? Оқиғаның байланысы. Жапанда жалғыз нардың кезігуі. Ботасы өлген аруананың зары. Естемістің домбырасына тіл бітіруі. Жалаушылардың жалғыз қарашы үйге келуі. Оқиғалар осылай бір-бірімен байланысып жатыр, Оқиғаның шиеленісуі. Қыздың әкесіне қолқа салуы. Оқиғаның шарықтау шегі, естемес күйшінің өнері, нар идірген күйінің дүниеге келуі. Нар идірген күйінің дүниеге келу тарихы міне. Осы жерде шегі, шарықтау шегі. Енді оқиғаның шешімі, естеместің жолын жас жігітке беруі. Мен осылай композициялық талдау жасадым. Ал енді оқып болғаннан кейін оқушылар, сіздер өздеріңіз бір талдау жасап көріңіздер. Басталуы, байланысы, шиеленісі, оқиғаның шарықтау шегі және шешіммен келісесіздер ме? Тамаша, егер келісе отырған болсаңыздар, келесі мен сіздерге үй тапсырмасын жолдаймын. Енді осы үй тапсырмасы, мен осы тапсырмалардың бәрін классрум несіне біз тіркеліп қойғанбыз. 8Б қазақ әдебиеті бар. Осыдан сіздер таныссаңыздар болады. Осы үй тапсырмасы сіздерге былай беріліп отыр. Әдебиет лотосы әдісі арқылы беріп отыр. Авторы, шығарманың аты, кейіпкерлері, оқиға желісі, не суреттеледі, қандай тәсіл қолданады, қазіргі заманмен салыстырып қандай күйлерді білесіздер, тарихи шығу тарихи қандай күйлерді естіңіздер. Міне осылардың бәрін жазып, толтырып маған жіберсеңіздер болады. Қазір классрумда ашып сіздерге көрсетемін, жолдап жіберіп қойған тапсырманы. Енді оқушылар қараңыздар. Мына жерде сіздерге мынау тапсырма барып тұр. Міне, күй аңыз әңгімесінде міне сіздерге бүкіл тапсырма әдебиет лотосы әдісі арқылы барып тұр, оқиға желісі, несі талыстырын, осының бәрін салыстырып, талдап маған жазып жібересіздер. Одан кейін екінші тапсырмада презентацияда барып тұр сіздерге. Бүкіл презентация, видео түгел барып тұр, осыны тыңдап, оқып, тағы көріп болғаннан кейін тапсырманы орындап маған жіберіңіздер.